Бүгін мерейлі отбасы ұлттық байқауына қатысқан жарасымды жанұя мен әзірлікке толы әулеттер марапатталды. Елбасының жарлығымен баста болған ұлттық байқаудың облыстық кезеңіне 44 отбасы жолдама алыпты. Татулықта ту еткен қай отбасы жеңіске жетті. Жамбыл өңірінің намысын республикалық кезеңде қай жанұя қорғайды. Тілшіміз Аят Асқарбекұлы мерейлі отбасылар марапатталған кештен толығырақ тарқатады. Бұл Ниязқұловтар отбасы. Ауызбіршілігі мықты, іргесі берік осы бір сөз. Тұрар Рысқұлов ауданы Қазақ ауылында тұратын дәл осы әулетке айтылғандай. 62 жыл отасқан Өмен ата мен Баян апа 12 ұл мен қыз тәрбиелеген. Бүгінде қос қария перзенттерінен тараған 32 немере 20 шөберенің ардақты ата-жесі атанып отыр. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ақсақал мен ақжаулықты әже өмірдің ащысын да тұщысын да бірге көрдік дейді. Берекелі отбасының бас тұраны бірлік пен татулық. Ал бүгін олар мерейлі отбасы ұлттық байқауының облыстық кезеңінде бас жүлдені еншіледі. Қазақстанның демографиялық өніп өсуіне үлес қосады. Мысалы, кейінгі жастар өздерінің ұрпақтарын өсірмей, бір-екеуімен шектеліп қалып жатыр. Ол дұрыс емес. Алла тағала адамды жаратқанда бір адам жаратып болса, мысалы, оның нәсібін қоса жаратады. Сондықтан мен айтатым, келешектегі жастарға ұрпақты өсіріңдер. Өзінің отбасыларыңды көбейтіңдер. Жүлделі орындарды бөліскен жамбылдық жанұялардың қатарында Қораласпаевтар әулеті де бар. Олар бірінші орыннан көрінді. Ал екінші орынды Қадырхановтар отбасы еншіледі. Ал үздік деген үштікті Мұсаевтар әулеті қорытындылады. Марапаттау кешіне жиылған ел ағалары бұл байқауға қатысатын отбасылардың жылдан жылға саны артып келеді дейді. Жамбыл облысында қазіргі Құдайға шүкір жақсы отбасылар өте көп. Бірақ соларды мына ұлттық байқауға қатыстыру арқылы олардың да дәрежесін көтеру, оларға да құрметтің бар құрметті одан ары құндылықтарын арттыра беру үшін жасалып жатқан бұл іс-шара. Сондықтан да бұл байқауға келген 40 шақты отбасының әрқайсысының өзінің ерекшеліктері бар. Біреуінде мысалы 10-12 бала бар, 30-40 немере шөбере бар. Екінші жағына қалатын болсаңыздар, көпшілігі мысалы еңбек адамдар, олардың көпшілігі. Енді Ниязқұловтар әулетін республика деңгейінде өтетін байқау кезегі күтіп тұр. Ұлттық байқаудың жеңімпаздары қыркүйек айында белгілі болмақ. Аят Асқарбекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, 7/7 News.